Құрметті достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналым ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз шоколадты пирог пісіреміз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, мен 1,5 порция пісіріп жатырмын. Мен 1,5 порцияның рецептісін саламын. Сіздер өздеріңізге қарай ыңғайлап алыңыздар. 3 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін шекерімізді саламыз. Мен 150 грамм шекер салам. 150 граммдық кесе менде. Екеуін 1,5 салам осындай кеседен 150 граммдықтан. Одан кейін барлығын салып 120 грамм мен 150 граммның арасында сұйық май құям. 120 грамм құйдым мен жерде. Менде 1,5 порция, ұмытып кетпеңіздер. Одан кейін 150 грамм су құямын. 150 грамм сүт құямын. Қандай процент болса да бәрібір. Ендігі кезекте қамыр қопсытқышпен ас содасын саламын. Оны Бұдан кейін какаоымды саламын. Оның қандай мөлшерде салынатынын описание бөліміне көрсетіп кетемін. Какаоның негізгі рахаттың какаосы өте сапалы, түсі қою болып шығады. Аз мөлшерде салсаңыз да. Барлығын салып, егжей-тегжейлі шекері ерігенше әбден араластырамын. Әбден шекеріміз езілгеннен кейін ұнымызды саламыз. Мөлшерлемелерінің бәрін описание бөлімінде көрсетіп кетемін. Осыдан кейін ұнымды түйіршіксіз қылып, әбден біркелкі массы болғанға шейін араластырамыз. Кейін майланған табамызды алып, құйып қоямыз. Сіздер пергамент қағазын пайдалансаңыздар болады. Майланған табамызға осылай құйып шығамыз пирогымызды.
Менің пешімнің қызу температурасы 320 максимально, осы 320-ға қойып пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіздің пештеріңнің қызу температурасына қарай, ретіне қарай жасаңыздар. Міне піскен пирогымыз, одан кейін кесу процесін көрсеттім. Ас болсын, шәй ішіңіздер. Нағыз негр пирогы болды деймін ба.